Қазақстанда 4-ші күн қатарынан теңге құнсызданып отыр. Теңге бағамына интервенция жасалып отыр ма? Елде оқыс девальвация болуы мүмкін бе? Осы және өзге де сұрақтарды экономист Мақсат халыққа қойып көрдік. Доллардың бүгінгі курсы ел экономикасының шынайы жағдайына қаншалықты сәйкес келеді? Ұлттық банк интервенция жасап отырған болуы мүмкін бе? Үстіміздегі жылы интервенция әлі бола қойған жоқ. Бірақ дәл қазіргі уақытта егер қандай да бір ұлттық банк интервенция жасаған болса, көп ақпаратқа тарап кететін еді. Ал екінші жағынан егер таратылмай ол жасырын жасалып жатқан күннің өзінде, онда ол келесі айда біз біле аламыз. Кей сарапшылар экономика даму үшін $1 кемі 500 теңге болу керек дегенді айтып жүр. Теңгені құнсыздандырудың экономика даму үшін қандай жағымды әсері бар? Теңгенің құнсыздануының пайдасы бізде бірінші кезекте ол мұнайды экспорттайтын азаматтарға, яғни тауарды шетелге шығарып сататын азаматтарға пайдалы болады. Доллармен сатады, кейін теңгеге ауыстырған кезде біраз табыс көреді. Ал теңгені әлсірету қарапайым азаматтар өміріне қалай әсер етеді? Теңгеміз әлсірейтін болса, қарапайым халықтың төлем қабілеттілігі төмендейді. Қолдарында тұрған ақшаның қадірі кетеді. Тек қана зиянды әсер етеді көп жағдайда. Оны өткен жылы пандемия басталған кезде бірден теңгеміз қатты әлсіреген кезде 500-дің үстіне шығарып жіберуге болатын еді. Барлық мәселені пандемияға кінә қылып тағып, нәтижесінде оны бірақ теңдестіріп, ойластырып, сол жерде сыртқы тауарлардың бәрі қымбаттауына байланысты отандық ішкі тауарларды, отандық өндірісті қолдап жіберуге болатын еді. Бірақ біз ол моментті берізәжде өткізіп алдық. Дәл қазір теңгемізді 600-ге апарудың ешқандай бір нақты негізі жоқ. Егер де экономикалық нақты негізсіз теңгеміз құнсызданып кететін болса, онда оның салдары міндетті түрде инфляцияға да алып келеді. Техникалық заттар, шетелден алып келінетін ұялы телефондар, екіншіден фармацевтикалық дәрі-дәрмектің бағасы өседі. Осының салдарынан отанымызда, елімізде шығарылатын тауарлардың да бағасы өседі. Неге сіздер өзімізде шығаратын тауардың бағасын өсіріп жатсыздар? Доллар өсіп кетті деген мәселені айтады. Көрдіңіз ба? Демек, бұл осы арада табыс тауып қалғысы келетін кәсіпкерлер де бағаны өсіре береді. Қазақстанда оқыс девальвация болу ықтималдығы қандай? Дәл осы сұрағыңызға жауап беру үшін мен әлемдік факторларды атап өтуім қажет. Қазіргі таңда теңгеміздің біраз құнсыздана бастаған тенденциясын біз көріп отырмыз. Бұған негізінен әсер етіп отырған ол американдық доллардың құнының артуы болып отыр. Себебі бірінші кезекте ол Американың өзін жүргізіп отырған саясатына байланысты жаңа президент келді. Жаңа президенттің бағдарламасы бар. Сол бағдарламасына сәйкес ел экономикасын құтқаруға, осы коронавирустың салдарымен күресуге $2 триллион көлемінде ақша құяйын деп отыр. Бұл бір ғана жылдың басындағы ғана дүние, жылдың аяғына дейін ол тағы да ұлғаюы мүмкін. Демек, Америка экономикасы тез жылдам қалыпқа келеді деген ұйғарым бар. Соған сәйкес көптеген әлемдегі инвесторлар Америка қазыналық облигацияларына көптеп ақша сала бастады. Ол сол қазыналық облигациялардың пайыздық мөлшерлемесінің өсуіне септігін тигізіп отыр. Нәтижесінде теңгемізде әлсірейді. Тағы да бір фактор бар, біздің теңгемізге кері әсерін тигізіп кетуі мүмкін. Бұл Ресей және Украина арасындағы геосаяси жағдайлар. Өйткені біз көріп отырмыз, Ресейге қазір Америка тарапынан санкциялар салынды, бірақ ол санкциялардың толық күші маусым айының 15-інде күшіне енеді. Сол уақыттарда әрине рубльде құнсызданатын болады. Рубльдің артынан теңгемізде кері қарай кетуі мүмкін. Одан бөлек тағы бір фактор бұл мұнай бағасы. Мұнайдың бағасы қазір қарасақ өткенде көтеріліп келе жатқан болатын, қазір қайтадан түсе бастады. Оның негізгі себебі бұл ОПЕК+ мемлекеттері алдағы уақытта мұнай өндіру көлемін ұлғайтамыз деп отыр. Ал әлемдегі сұраныс әлде де болса толық қалыпқа келген жоқ. Өйткені көптеген мемлекеттерде локдаундар, шектеулер жалғасын тауып жатыр. Осы тұрғыда қарайтын болсақ, мұнай бағасы да жоғарылап қатты кетпеуі мүмкін деген болжам көп. Сондықтан да егер де ол төмендейтін болса осылай, ол да теңгемізге кері ықпал етуі мүмкін.